Қазақ тіліндегі ашудас деген сөз ащы тас деген сөздердің кірігуі арқылы жасалғанын білесіз бе? Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен қазақ тіліндегі біріккен сөздер және оның түрлерімен таныстыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, пайдалы болса достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Қазақ тілінде күрделі сөздердің 4 жасалу жолы бар. Қысқарған сөздер, қос сөздер, біріккен сөздер, тіркесті сөздер. Біріккен сөздер дегеніміз екі немесе одан да көп түбірден бірігіп, тұтас бір ұғымды білдіреді. Мысалы, көкжиек, ешқашан, қонақжай, жеті қарақшы, қысты күні тағы да басқа. Біріккен сөздер екіге бөлінеді: кіріккен сөздер және біріккен сөздер. Біріккен сөздердің бір тобы сыңарларының өте ықшамдалуы арқылы жасалады. Мысалы, бүгін, бұл күн, биыл, бұл жыл, 80, 8, 10, сөйтіп, солай етіп. Бұл сөздерді ғылымда кіріккен сөздер деп атайды. Кіріккен сөздер дегеніміз сыңарлары дыбыстық өзгеріске ұшырап, бір тұтас лексикалық мағына беретін сөздер. Мысалы, жазды күні, жаздың күні, сөйтіп, солай етіп, ағайын, аға іні, сәресі, сахар асы, білезік, білек жүзік, белбеу, бел бау, белуардан, бел буардан, тағы да басқа сөздер. Түбір тұлғасы дыбыстық өзгеріске ұшыраған біріккен сөздер дәстүр бойынша бірге жазылады. Мысалы, күзді күні, бүгін, қонағасы, тағы да басқа сөздер. Біріккен сөз дегеніміз сыңарлары дыбыстық құрамын сақтай отырып, бір мағынаға ие болатын сөздер. Мысалы, ақ құтан, киік оты, хан талапай, тағы да басқа сөздер. Сіздермен болған Әсем Нұр. Видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Видео сізге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.